Коронавирус бітіп қалған жоқ па коронавирус? Біткенде ол ошағы шығып жатыр деп бізге хабарлап жатыр. Біз оны ешкіммен неғылмаймыз. Сіз тексеріп жібереміз. Қалай тұрыңыз. тексермей? Кәнеке. Сіз сыртқа шыға берсеңіз болады. Ол поликлиникаға барасыздар, оны сол жаққа жауап береді. Бізге ешкім. Қызылорда қаласында медициналық формамен тұмшаланған белгісіз азаматтар киім дүкенінде коронавирус ошағы шықты деген сылтаумен кіріп, тонап кеткен. Оқиға орын алған Адина киім дүкенінде жер сипап қалған күзетші мен сатушыдан тілшіміз сұхбат алды. Кәдімгідей күнделікті жұмыста отқанбыз ғой. Сол ана бірден аяқ астынан кіріп келді. Ковидтің ана ақ киімдерін киіп келді да, осы жақтан очаги шығып жатыр деді ма. Үшеме жаңа видеосы бар ғой, соткеге түсіріп алған мен, оны жаңа милицияларға бердім. Содан қарасаңыздар болады. Сосын бізге айтты анау, жарты сағатқа шыға тұрыңдар деді, далаға қарай. Енді іштегі жаңа очаг болып жатыр дегесін улаймыз деді ма, бірдеңе деді. Содан кейін жаңа улап жатқан кезде ойлап, іште сосын бір клиент қалып қойған клиент. Сосын анау соны алып шықты ма, содан жаңа ковид шықты ма деп ойлап қалдық та, өйткені населкімен бүйтіп бір адам алып шықты деп ойладық та. Сөйтсек оның ішін бәрі біздің магазин киімдер екен ғой. Оны біз білмей қалдық шынымен де. Мен жаңа рассрочка болып жатыр дегеннен кейін мына жаққа киім алуға келгем. Сөйтіп мына жерде киімді қарап жатсам, бір жігіттер кіріп келді, ковид деді, бірдеңе деді. Сосын ана охранник шығарып жүрді, қызды шығарып жүрді. Сонымен мені тұрды да, ана жерге отырғызып қойды, сенен бірдеңе шықты деп. Сөйтіп мен ештеңе ойымда жоқ, тексеріп жібереді шығар депсем, мына жер тонап бастады. Мен арада отырып, мен келіп соткымды алып қойды. Өзім зорға кредитке төлей алмай жүрген соткымды соны алып қойып, мен тексерді басымнан келіп. Сөйтіп температураң жоқ екен деді. Сосын менде шығатын шығар аналармен деп тұрсам, сен сайлауға кімге дауыс бердің өзі деді. Мен Жигули дайрап айып қойып бердім ғой дауысымды. Сөйтіп жатыр едім, сен отыр, осы жерде денің сау емес қой, сен андай мындай деп та отырғызып қойды мені мына жерге. Жүйдегі Жемпірова, Етікжан Гамажова, ПТК арнасы.